Өзін ақын Жұматай Жақыпбаевтың жалғасымын деп есептейтін Жұматай Көксубайдың сүйінші жаңалығын білесіз бе? Бұл кітап Алматыда жарық көрді. Осы маусым айында. Бұл сағынышымның дауысы деп қойылуына өзіндік себебі бар. Өйткені мен алыстағы топырағымды, елімді, жұртымды сағынғаным өзі. Бармағаныма біраз уақыт болған. Қытайдағы қазақтардың бүгінгі күйі ақынды неге алаңдатты? Ал енді ұлты тілі жоғалса, одан басқа нәрседен күтуге болмайды. Оны ұлт бірден жоғалып кетеді. Тіл жоғалғаннан кейін мемлекеттің өзі ар жағын айтпаса да есті адам өзі түсініп алады. Қалай болады? Дүйсенбі 21:35-те Жамбыл телеарнасы Жансусар бағдарламасынан бірге көрейік ағайын.